Саламатсыздар ма балалар? Дүниежүзі тарихы бойынша Ежелгі Египет бөлімінің Ежелгі Египет пирамидалары қалай салынды тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта Ежелгі Египет ғибадатханалары мен пирамидаларын сипаттаймыз. Неліктен Египет қара жер деп аталған өткен сабағымыз бойынша сұрақтар қояйын. Неліктен ежелгі египеттіктер нілге табынды? Ежелгі египеттіктердің өміріндегі ғылыми білімдердің қандай маңызы болды? Жарайсыңдар балалар. Ніл шілде айының басында тасып, бүкіл алқапты су басатын. Су қайтқаннан кейін өзен жағалауында өзен лайы, яғни шіріген өсімдіктер мен тірі ағзалардың қалдықтары тұнып қалатын. Біртіндеп осы лай қара топыраққа айналатын. Ежелгі египеттіктер ніл тасыған кезде жұлдыздардың белгілі бір қалыпта орналасатынын байқады. Бір тасқыннан екінші тасқынға дейінгі күндерді санап, бұл кезеңнің қайталанатынын білді. Египеттіктер бір жылда 365 күн бар екенін санап шықты. Әлемде сан мың түрлі керемет бар. Тарихи тамаша жәдігерлерге қарап, табиғат пен адамның шеберлігіне таңдай қақпау мүмкін емес. Әлемнің 7 кереметі аңыз бойынша өзінің жаулап алған жерлерінен әлем саяхатшыларын қызықтыру мақсатында арнаулы 7 орынды белгілеген Ескендір Зұлқарнайын заманынан қалған. Олардың қатарына Эфестегі Артемида ғимараты, Зевс мүсіні, Галикарнас кесенесі, Египет пирамидалары, Бабылдың аспалы бағы, Гелиос мүсіні және Александрия шамшырағы жатады. Ежелгі адамдар әлемнің 7 кереметі деп аталатын ұлы ғимараттар жер бетінен жоғалып кетеді деп ойламаған. Балалар, сұраққа жауап беріп көрелікші. Әлемнің 7 кереметінің біздің заманымызға жеткен ғажайып архитектуралық құрылысы қайсысы? Жарайсыңдар. Әлемнің 7 кереметінің біздің заманымызға жеткен ғажайып архитектуралық құрылысы Египет пирамидалары. Осынау зор тас құрылыстар ежелгі Египет перғауындарының сағанасы болып табылады. Сағаналар осыдан 5000 жыл бұрын салынған. Алып құрылыстар осы күнге дейін көрушісін таң қалдырады. Ең үлкен пирамида Хеопс перғауынының әмірімен тұрғызылған. Хеопс пирамидасы Гиза қаласында біздің заманымызға дейінгі 2600 жылы салынған. Оның биіктігі 146,6 метрге жуық. Құрылысқа салмағы 2,5 тонна болатын тас кешендер жұмсалған. Пирамиданың құрылысы үшін 2,300,000 тас кешен пайдаланылған. Ежелгі грек тарихшысы Геродоттың жазбасында пирамиданы 100,000 адам 20 жыл бойы салғандығы айтылады. Пирамидалардың салынуы құрылысы жөнінде айтылған пікірлер сан алуан. Дегенмен аптапты Египет аспаны астында мыңдаған құл тас қарумен дәу тастарды бөліп алып, оны құрылыс орнына арқанмен сүйретіп жеткізген. Пирамида биіктеген сайын тас блоктерді қолмен жоғары көтерген деген пікірлер басым. Хеопс пирамидасы маңайынан үлкен сфинкс мүсіндерін көруге болады. Сфинкс басы адам, денесі арыстан кейпінде салынған үлкен тас мүсін. Оның биіктігі 7 қабатты ғимаратқа тең. Сәулет құрылыстары өзінің сол кездегі діни түсінігіне және қоғамдағы әлеуметтік жағдайға байланысты салынып отырған. Әлемдегі дамыған мәдениет ошағы болып саналатын көне Мысырда дін
құрылыстарға да әсер етіп, мұнда мәдениет дінмен бірге өркендеді. Діннің әсер етуімен перғауындардың қабірі ретінде пирамидаларды салып, өлген адамның денесін ақыретке дейін сақтау үшін мумияны ойлап тапты. Мумия египеттіктердің о дүние түсінігінің бір көрінісі. Саркофаг ақсүйектерді жерлеуге арналған ағаш табыт. Саркофагқа мумияланған перғауын денелері салынып, пирамидаларға қойылған. Мумияларды қалай жасаған? Ежелгі египеттіктердің түсінігі бойынша, адам қайтыс болғаннан кейін оның жаны тәнінен арылады. Бірақ ол денесіне қайта оралуы мүмкін. Сондықтан мәйітті сақтап қалу үшін денені бальзамдаған. Әртүрлі іс-әрекеттердің көмегімен египеттіктер денені келешекте жаны қайтып келу үшін сақтады. Содан кейін бальзамдаушылар дайындалған мәйітті арнайы бальзаммен майлаған. Бальзамдалған денені зығыр мата қиығымен ораған. Оған қайтыс болған адамға о дүниеде қажет болатын бағалы әшекей бұйымдар мен бойтұмырларды бірге таңған. Қайтыс болған адамның осылай өңделген денесі мумия деп аталады. Мумияланғаннан кейін мәйітті суретпен безендірілген ағаш саркофагқа орналастырған. Соңында саркофагты табытханаға жеткізіп, арнайы жерде сақтаған. Балалар, сабақта алған білімдеріңізді жинақтай отырып, пирамида сөзіне қатысты ұғымдарды жазайық. Пирамида сөзіне қатысты ұғымдар: Египет, әлемнің 7 кереметі, Хеопс, тас кешендер, перғауындар, Сфинкс, Ніл. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: тарихи деректердің ақиқат, жалғандығын табыңыз. Ең биік пирамида Гиза қаласында біздің заманымызға дейінгі 2600 жылы Тутанхамон перғауынға арнап салынған. Тарихи дерек жалған. Ең биік пирамиданың биіктігі 146,6 метрге жуық. Тарихи дерек ақиқат. Пирамиданың құрылысы үшін 2.500.000 тас кешен пайдаланылды. Тарихи дерек жалған. Құрылысшылар тас кешендерді жоғары көтеру үшін ағаш шаналарды қолданған. Тарихи дерек ақиқат. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырма бойынша пирамида, Хеопс, тас кешен, Сфинкс, мумия, саркофаг кілт сөздерін пайдалана отырып, 25-35 сөзден тұратын ежелгі Египет ғибадатханалары мен пирамидаларының құрылысы туралы тарихи эссе жазамыз. Жарайсыңдар, балалар. Египет пирамидалары ең құпиялы, орасан зор құрылыс. Ең биік пирамида Египет перғауыны Хеопсқа арнап салынған. Пирамидалар құрылысы үшін тас кешендер қолданылған. Пирамидалар маңында оларды қорғаушы алып мүсін Сфинкс жатыр. Египетте перғауын денелері мумияланып, саркофагқа салынған. Бүгінгі сабағымызда кері байланысты қосу, азайту қызықты әдісі арқылы берулеріңізге болады. Өзіңізге сабақта ұнаған барлық жұмыстарды қосу бөлігіне жазыңыз. Сабақта ұнамаған барлық жұмыстарды түсініксіз ақпараттарды азайту бөлігіне жазыңыз. Сабақта білгіңіз келген қызықты деректерді, қойғыңыз келген сұрақтарды қызықты бөлігіне жазыңыз. Үйге тапсырма. Төмендегі тапсырмалар арасынан өзіңіз қалаған тапсырманы орындаңыз. Пирамида туралы қосымша әдебиеттерден оқу, деректер жазу. Пирамиданың суретін салу немесе
макетін жасау. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.